Намаз бабында әйелдер мына сұрақты қойып жатыр. Нәскисіз намаз оқысақ бола ма дейді. Ағайындар, әйел адамына нәскисіз намаз оқуға рұқсат етіледі. Бірақ мынау үстінен киіп тұрған киіміңіз тобықтан төмен жабатын болуы керек. Және әйел адамның кәдімгі әурет болып саналатын жерлері жабық болу керек. Әсіресе қатты тыйым салынатын нәрсе, әйел адамның намазда шашы көрінбеу керек. Кейбір әйелдер намазға тұрған кезде орамалды былай таға салады да, астынан шаштары шығып тұра береді. Шаш көрінбеуі керек намазда. Осы нәрсені қол мысал үшін мына жерден ашып қойып намаз оқи беруге болмайды. Өйткені әйел адам әуреті сақинамен басталады. Осы жерге дейін жабық болу керек. Аяқ тобықтан төмен түсу керек. Киіміңіз, басыңыз, шашыңыз жабық болуы керек. Дәл намазда. Ал енді тобықтан төмен киіміңіз болса, нәски кимеу, үйде ғой енді үйде жаңағы. Нәски кимей оқу бұл ешқандай проблема емес ол.